бәріне салам. Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге мынаны айта кетейік. Өзіміздің подписчиктер санын көбейту үшін біз жаңа реклама ойлап таптық. Ол рекламада біз былай жазған болатынбыз. Егер сіз спортқа қызықсаң және денеңізді шығарғыңыз келсе, Мейттірме Реалити YouTube каналына тіркел деп жазған болатынбыз. Осы сөздерді сіз А4 қағазға жазып, өзіңіздің дене шығаратын площадкаңызға барып жабыстырып кетіңіздер. Достар, біз бүгін сіздерге қалай бой өсіруге болатынын туралы айтамыз. Негізінен сіз өзіңіздің бойыңыз 25 жасқа дейін өседі, және сіздің бойыңыз ата-анаңыздың бойымен бірдей болып өседі. Мысалы, әкеңіздің бойы бірде 70 болса, онда сіздің бойыңыз сол бойға дейін өседі, ал ары қарай уже өзіңізге байланысты болады. Сосын адамдардың негізгі бой өсу үшін олардың генетикалық типтеріне байланысты болады. Мысалға эктоморф, эндоморф, мезоморфтарға соларға байланысты болады. Мысалға сіздер эктоморф болсаңыз, сіздің бойыңыз 1.80-ден 1.90-ға дейін өседі, бірақ та денеңіз жіңішке әрі арық боласыз. Өте ұзын боласыз. Сосын эндоморф болсаңыз, сізде денеңіздегі бұлшықеттер көп болады енді. Бірақ бойыңыз 1.70 пен 1.80 арасында болады. Ал егер сіз мезоморф болсаңыз, онда сіздің денеңіз жалпақ әрі бойыңыз өмір бақи кіші болып қалады. 1.70 немесе 1.60-тан 1.70-ге дейін болады. Адамдар негізінен 25 жасқа дейін өседі дейді, бірақ негізінен 25 жастан сонда өсуге болады. Егер сіздің мысалы омыртқаңыз қисық болса, С тәріздес немесе осылай қисайған болса, онда сіз оны түзетсеңіз, сіздің бойыңызға 3-4 сантиметр қосылады. Және қазір біз сіздерге қалай жаттығулар жасау керегін көрсетеміз. Бой өсіру үшін арналған жаттығулар. Сонымен достар, бірінші жаттығу ол сіздің омыртқаңызды түзеуге арналған жаттығу. Бірінші жаттығу осылай жасайсыздар. Денеңізді аласыздар, бастарыңызды жерге тигізесіздер. Тағы да осылай жаттығуларды сіз өзіңіздің күнделікті қайталап отырсаңыз, онда сіздің омыртқаңыз қисық болса, ол түзеледі және де созылатын болады. Сонымен достар, екінші жаттығу ол секіру. Тұрасыздар да осылай. Осылай секіресіздер. Және бұл жаттығуды негізінен көбінесе таңертең жасасаңыздар болады. Таңертең тұрып 30 рет немесе 20 рет секірсеңіздер болады. Достар, осымен үшінші жаттығуда өзіңізге мынандай жұмсақ жер тауып аласыз. Және сол жерде осылай позвоночнигіңізді, омыртқаңызды түзәтесіз. Бұл жаттығудың өте пайдалы жері, бұл омыртқаңызды түзеуге өте пайдалы. Және осылай 1 минут, не болмаса 2 минут шыдағанша тұрған, өте ұзақ тұрған өте пайдалы. Және соңғысы төртінші жаттығу. Бұл жаттығуда сіздер осылай 2 немесе 1 минут жатуға тырысасыздар. Осылай жатқан кезде сіздің омыртқаңыз өте жақсы созылады. Және бұны жаттығуды сіздер 1-2 минут шыдасаңыздар, бұнда пайдасы өте көп болады. Бұл жаттығуды сіздер таңертең немесе ұйықтар алдында жасасаңыздар болады. Достар, келесі жаттығулар ол турниктер жасалатын жаттығулар. Бірінші жаттығу турниктер жасалатын. Сіздер осылайына қолмен тұрасыздар да, аяқтарыңызды жерге тигізбей, осылайына 2-3 минут тұрасыз. Одан кейінгі келесі жаттығу беліңіздеріңізді осылайына екі жаққа серпейсіздер. Одан кейін келесі жаттығу осылай жасайсыздар. Одан кейін тағы да белге көп әсер ететін жаттығу ол бірінші жаттығуға ұқсайды. Ол кезде сіздер өздеріңіздің салмақтарыңыздағы 10% салмақ аласыздар да белдеріңізге байлап, осылай турникта осылайына тұрасыздар. Болды. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Видео соңында айтарымыз, сіз бойыңызды өсіргіңіз келсе тек қана осындай жаттығулар жасамай, сонымен қатар тамақтануыңыз да өте дұрыс болу керек. Көбінесе С және А витамин ішу керексіздер. Көбінесе сол морков сәбіздерді жесеңіздер дұрыс болады. Сол кезде сіздің бойыңыз жақсы өсетін болады. Одан кейін ауыр зат өзіңізден ауыр зат көтермеңіздер. Өйткені ол сіздердің белдеріңізге зиян, яғни омыртқаларыңызды төмендетіп тастайды. Осы видеомыз аяқталды. Сау! One thing I know, I'll make it all
on my own. Never asking out, never backing down, I'll do it all alone. One thing I know, I'm always gonna grow. Never having doubts, never